Қалдарыңыз қалай? Көңілдеріңіз қалай? Жақсы. Отырайық онда. Бүгін бізде сабақта кім жоқ? Шыңғыс пен Бағжан. Жарайды. Ал құрметті оқушылар, бүгінгі тәрбие сағатымызды бастамас бұрын, тақырыбын айтпас бұрын, бірінші мына жұмбақтарға жауап берейікші. Келесі, көз жасты жылығып келе жатыр бір ал. Жабырқаса жылайды, жадыраса қарайды. Дұрыс. Келесі, таусылмайтын ақ мата, қысы жазы тау жақта. Жұлдыздар жарқырайды, күндіз бірақ байқалмайды. Жақсы. Енді бұл жұмбақтардың жауаптарына тізе салып қарайықшы. Бұның барлығы неге жатады екен? Дұрыс. Енді табиғат дегеніміз не екен? Бізді қоршаған орта. Оған не жатады екен? Ал бүгін біз тақырыбымызды тәлісамыз бастамас бұрын табиғат анамызбен амандасып алайық. Барлығымыз бірге орнымыздан тұрып, қолмен осы бөлек жұмбақтарды оқиықшы. 1, 2, 3. Осы әңгімені бірінші алдымен оқып алайық. Кім оқиды? Мейірім. Дауыстап оқып берсең. Табиғат ана бір күні ұлдарын шақырып алып, адамдарға көп қызмет еткен ұлдарыма сый тартамын деп уәде береді. Сонда ұлдары анасының айтқанына қуана келісіп, адамдарға жақсылық жасауға келіседі. Ұлдары жан-жаққа кетіп, адамдарға көп игілікті іс жасайды. Күндердің күнінде ұлдары қайтып оралғанда анасының бұрынғыдан да көріктене түскеніне риза болады. Ұлдары, апатай, бұның сыры неде? Дегенде табиғат ана, аяулы ұлдарым менің, бұның сыры сендердің азаматқа жасаған қайырымдылықтарыңда деп жауап береді. Содан бері жер, су, ауа, ағаш аналарының сұлулығын сақтап қалу үшін адамдарға адал қызмет етеді екен. Жақсы, өте жақсы. Енді түсіндік пе? Енді сіздерге сұрақ. Табиғат ананың бұрынғыдан да көріктене түсуіне не себеп болды? Себебі ұлдары игілікті іс жасағандықтан. Тағы? Кім айтады? Адамдарға жақсы құрмет. Жақсы. Енді табиғат ананың қанша баласы бар екен? Және де балалардың аттарын атап беріңдерші. Дұрыс. Енді балалар осы табиғат ананың балаларының аты бойынша 4 топқа бөлінейік. Мына жерге мен стикерлер жабыстым. Енді жер тобы жасыл тұстандағанда жер тобы болады. Жер тобы мында отырамыз. Жер тобы мында отырамыз. Келесі күлгін тұстандағандар су тобы ол мына жаққа отырады. Келесі ауа тобы сары тұстандағандар ауа тобы мына жаққа отырады. Келесі ағаш тобы ағаш тобы мына жаққа.
sessiz oturamiz. Kelesi endi bizga yetim fikir argisi. Bu жерде sizlarga o'lim yo'llarini o'zimni beraman. Сол o'lim yo'llarini sizlar qanday tushunganlaringizni o'rtaga solib aytasizlar. Birinchi o'lim yo'llarini men yer tovuna beraman. Kelesi ikkinchi o'lim yo'llarini suv tovuna, uchinchi o'lim yo'llarini havo tovuna, al to'rtinchi o'lim yo'llarini ağaç tovuna beraman. Al sizlar biz qo'qis vaqtida bostirsak da ular tabiat bizga qachonda toza asl havo beradi. Tabiat har qachon bizga toza havo berib, suluq beradi. Tağda to'xtamizlar. Yaxshi. Kelesi tarix qanday? Al, havo to'g'ri. Yerda tabiat javobgarchiliksiz bo'lsa, yomg'irsiz, qarsiz және boshqa tabiat qo'rquvsiz qoladi. Jonivorlar jo'nava boshlaydi, ko'rik yo'q bo'lganlikdan. Tağda to'xtamiz degan bormi havo to'g'ridan? Havo to'g'ridan to'xtam yo'qmi? Onda kelesi ağaç to'g'ri. Tabiatda qo'rqak joyga yastamau har odamning borishi. Tağda. Biz tabiatimizga qo'rqishlar uloqtirmay tabiatimizni tozalashimiz. Yaxshi, tağda. Al yer to'g'ri, taymizmi? Biz tabiatni qashamaymiz, biz tabiatda turamiz. Yes, durust. O'sha yaxshi. Ha, to'ldiramiz deyindir bormi? Yo'qmi? Jarayt. Al kelesi bizga ultuk birlik saqlov basımdılığı üçün ultuk sananın kemedini keregi. Kelesi bize söz məyigi maqal demekşi, maqaldın жалғасын табым сирек. Бұл аяқталма сөйлем әдісі. Ал бірінші жер тобы, қараймыз. Жер тобы. Мақалдарға қарап қосыламыз. Одан кейін бұл дайындауға 1 минут уақыт беріледі. Су тобына қарап аламыз. Haber birleş bize gelsin. Келесі ағаш және ауа тобы қарап алыңдар. Ағаш және ауа тобы қарап аламыз. Мақалға жерімізге. Жақсы, дайындауға 1 минут уақыт беріледі. Endi men tushirmay ko'ring dedim.
абай Су тобы дайын екен, ал бірінші су тобынан бастаймыз. Ал гүлдің көркі құрақ, судың көркі бұлақ. келесі. Таулы жер Тыңдаймыз қалғандарымыз. бұлақсыз болмас, сулы жер құрақсыз болмас. Келесі. Орныңыздан тұрып айта кетіңіз. Орныңыздан тұрып айтыңыз. Сөз сағасы құлақ, су сағасы құлақ. Келесі. Жер басынан Келесі жер тобы. Дайынсыз ба? Келесі. Орныңыздан тұрып дауысын шығарып айтыңыз. Гүл жердің көркі. Қыз елдің көркі. Келесі үшіншісі. Байлықтың батасы, еңбек анасы. Еңбек анасы. Келесі төртіншісі. Жер қазына, су. Келесі топ дайынсыз ба? Ағаш тобы дайынсыз ба? Ал бастайық бірінші. Келесі. Мал қағанша. Ал келесі. Ағаш жексен. ағаш жексен аялап, басыңа болар саябақ. Дұрыс. Келесі ауа тобы дайынбыз ба? Бастайық. Жер тойынбай, ел тойынбас. Келесі. Адам дос аңдаймақты, ағаш табыр. Келесі. Жақсы, өте жақсы. Келесі. Жауаптарына сәйкестендірейік. Дұрыс па? Қараңдар. Жер тобының айтқаны дұрыс па? Тыңдайық па? Ал су тобының ше? Дұрыс. Ал ағаш пен ауа тобының тыңдайық па? Келесі бізде сананың ашықтығы. Адам жер шарында айналасында не болып жатқанын түсінуге мүмкіндік береді. Жаңа технологияның ағыны келіп жеткен өзгерістерге дайын болу қажет деген сөз қазіргі таңда. Бұл бізде қазіргі таңда халықтың арасында туралы. Енді бірінші қазіргі тапсырма бұл жерде өз тобының атын 3 тілде жазып, көрсетіп, айту қажет. Тақтаға жазамыз қазір. Әр топ өзінің плакатқа сызып, шетіне көрсетіп жазамыз. Ал бірінші ауа тобы дайын екен, келесі бастаймыз. Күннің шуағын сызып, бірінші ауа деп жазасың. Үлкен ғой. Жақсы, келесі су тобы. Күннің шуағын көрсетеміз. Келесі жер тобы. Келесі ағаш тобы.
тақырыптарымызды ауызша айтып берейікші. Бірінші су тобынан бастап. Иә. Су, вода, water. Иә, дұрыс. Келесі жер тобы. Жер, земля, Иә, дұрыс. Келесі ағаш тобы. ағаш, дереу. Иә. Ауа тобы. Ауа, воздух, air. Жақсы. Дұрыс. Енді келесі тексерейік. Дұрыс па? Келесі. Енді соңғы сабағымызды осы сұрақ жауап арқылы қорытындылай берейік. Жалпы біз мектепте қазіргі таңда жаратылыстану пәнін оқып жатырмыз, иә? Енді жаратылыстану пәнін оқып жатқаннан кейін бұл сұрақтар сіздерге ешқандай қиындық тудырады деген ойда емеспін. Енді ішіне мына сұрақтарға жауап берейік. Бірінші, ата-бабаларымыз табиғат құбылыстарына қарап ауа райын қалай болжаған? Күннің батысында егер ол қызыл болса, ертең ыстық болады деген сөз. Тағы қандай бар? Тағы қандай бар? Ағай болса, онда қыз жаның теді. Иә, тағы. Егер ай кіші ай болып тұрса, төбегірек тұрған кезде күн жылынады деді. Иә. Құстар ұшып келсе, көктем келе жатыр деген Күн жылынады деген сөз, иә? Келесі. Екінші сұрақ. Табиғат нешеге бөлінеді? Және оларды айтшы. Екіге бөлінеді, екі және төрт табиғат. Иә, оларды түсініп беріңдер. Мысалы, Табиғат нешеге бөлінеді? Оларды атай. Енді олардың мысалы тірі табиғат ол өсімдіктер, жануарлар, ағаш, тағы өсімдіктер мен жануарлар. жақсы. Келесі. Үшінші. Қазақстанда неше қорық бар? 10. Орнымыздан тұрады. Иә, оларды атай. Қандай қорықтар бар? Қазақстанда 10 қорық бар. Олар Ақсу-Жабағылы, Алматы, мемлекеттік қорық, Наурызым мемлекеттік қорық, Барсакелмес, Марқакөл, Үстірт, Батыс Алтай, Қорғалжын, Қаратау, Алакөл. Келесі. Бесінші сұрақ. Төртінші сұрақ. Қазақстанда неше ұлттық парк бар? Қазақстанда неше ұлттық парк бар? Қыздар? Иә. Қазақстанда 14 ұлттық парк бар. Оларға Тыңдаймыз. Іле Алатау, Баянауыл, Көкшетау, Алтынемел, Қарқаралы, Бурабай, Шарын, Сайрамөгер, Көлсай, Жаңғар, Алатау, Бұйратау, Тарбағатай, Ұлытау. Жақсы. Келесі. Бесінші сұрақ. Қызыл кітап дегеніміз не? Иә, жауап берейік. Табиғатты жоғалтып бара жатқан аңдар, құстар, өсімдіктер тізімі жазылатын кітап. Оларға жануарлар мен өсімдіктер жатады. Иә, жақсы. Тағы да Сұлтан дегендер бар ма? Келесі. Алтыншы сұрақ. Қызыл кітап қай жылы шықты? Апай, Иә, жауап берейік. Иә. Дұрыс. Келесі. Халықаралық жер күні қай күн? 22 сәуір. Иә, дұрыс. Келесі. Қоршаған ортаны қорғау күні қай күн? Иә, жақсы. Жалпы қорытындыға келем. Табиғатты аялау әрбір адамның абыройлы да азаматтық парызы, иә. Табиғатты сүйе білген, оны аялай білген адамның ары да жаны да таза. Енді жер ол сендердің туып өскен жерің, иә. Ол сендердің аяулы бесігің. Осы жер үстінде сен тіршіліктің есігін аштың. Енді бүкіл тіршілікке жер үлкен шаңырақ іспеттес болғандықтан, оны біз барлығымыз аялап, табиғатты қорғай білейік. Осымен біздің ашық тәрбие сағатымыз өз мәресіне жетті. ал
Диана апай, бүгінгі сабағыңызға рахмет сізге. Сабағыңыз барынша жүйеленген, жүйелі түрде өтті. Өзіңіздің алдыңызға қойған мақсатыңызға жете алдыңыз ба? Мақсатына жеттім. Толыққанда балалардың белсенділігіне барлығына жақсы алдыңызға қойған мақсатыңызға жете алдыңыз, иә? Мына жерде сіздің жаңа жоспарыңызды мен қарап отырдым. Бәрі жоспармен жүйеленген, жүйелі түрде, бәрі уақытында, бәріне үлгердіңіз. Жақсы. Енді сіз жас не болғандықтан, практикант болғандықтан, болашақ жас маман болғандықтан кемшіліктер міндетті түрде болады. Сізге бір ескертіп айтатын болсам, мына жерде жаңағы оқушылар тақтаға жазған кезде жазулары кішірек болып қалды. Мысалы, алдын қатарда отырған балалар көрді, артындағылар көрмей қалды. Келесі жолы осы үлкен форматта жазсаңыз, балалардың жазуы арт жақта отырған оқушыларға да көрінетіндей болу керек. Жалпы көрнекіліктеріңіз бәрі жақсы, тақырыпқа сай алынған, презентациямыз да бар, жақсы. Сол ескерту, балаларға көрнекілік жасаған кезде форматы үлкенірек болу керек. Өйткені балалардың кейбіреулері көру қабілеті нашар болады.